Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге пеште дайындалатын тауық котлеттерінің рецептін ұсынамын. Бұл котлеттерді мен сүйіп жеймін, өйткені калориясы аз, тауық етінен дайындалған соң өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Пешке барлығын бірден дайындап, 30 минутта пісіруге болады. Өте тез дайындалады. Сол себептен өте қатты ұнатамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тауықтың тартылған етінің үстіне ұсақтап туралған пияз және де ұсақ үкіштен өткізілген сәбізді саламыз. Ал сарымсақты үкіштен өткіземіз, немесе мен сияқты пресстен өткізсеңіздер болады. Бір дана жұмыртқа саламыз, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұған картоп немесе нан қосудың қажеті жоқ. Тауық еті болған соң, оның өзі сондай нәзік, жұмсақ болып шығады. Жақсылап араластырамыз да, фольганың бетін майлаймыз, сұйық май жағамыз. Қолымызды ақырындап сулап, котлеттерді жасаймыз. Котлеттер өзінің формасын әлсіз ұстайды. Сол себептен де кішкене ғана шариктер жасап, бірден фольганың үстіне қоямыз. Міне осындай болып шығады. Осылай барлық котлеттерді жасап шығамыз. Котлеттерді 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста 15 минут пісіреміз. Кейін градусты 200-ге көбейтіп, тағы да 10-15 минут пісіреміз. Котлеттер өте тез піседі. Біздің котлеттеріміз дайын. Бұл котлеттердің қасына мен көбіне гарнир ретінде пюре беріп, немесе күрішті қосып берем. Өте дәмді болып шығады. Ал соус ретінде бешамель соусын, немесе томатты соус өте жақсы үйлеседі. Сіздер де дайындап, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.